Ассалаумағалейкум, звукорежиссер қауым, сіздермен Ерке Али, сіздер Атакент Рекордс каналындасыздар. Бүгінгі біздің сабағымызда сіздермен тәжірибемен бөліскімге отыр. Өйткені жақында бір клиенттің трегін тапсырдым, өте сапалы шықты. Сол сапаға қалай жетеміз, сол сапаны қалай жасаймыз, бүгін сол әдеттегідей плагиндерді талқылаумен өткіземіз. Сондықтан мұқият тыңдап, жақсы қарап отырып, жақсылап түсініп алғандарыңыз жөн болады. Ал бірінші тректі тыңдап көрейік, бірінші куплетін хотя бы, сосын барып талқылауға көшейік. Ал тыңдаймыз. Аспан ғамен сырымды айтамын, білем ашпайды ол ешкімге сенем. Аққан жолда сенің жасың, ертең бірақ басыларсың. Болған ұмыт болып қалсын. Қиялым самғайды алысқа, бірақ алдайды бұл шаласпа. Көрер бағым әлі аласпа, тыңдаған ести алмаста мені. Ал осы да жетер. Біз енді талқылауға көшейік. Не қостық, не үшін қостық, не мақсатта қостық, бәрін түсіндіретін болам. Асықпай кішкене қарайық. Өйткені қазір өте қиын плагиндер бар. Сіздер түсінбейтін мүмкін түсінетіндер түсіне жатар. Ал біз дауысты сухой, ешқандай плагинсіз тыңдап көрейік, жай ғана. Аспан ғамен сырымды айтамын, білем. Көріп отырсыздар, оригинал запись осындай болды. Сондықтан бірінші біздің қадамымыз не болды? Бірінші біз эквалайзер қостық, оны 99-ға дейін алып тастадық низасын. Өйткені бұл қыздың орындауындағы вокал, женский вокалда низа керек емес. Міне сарымен боялып тұрған жер. Ал қалған жұмыстарды біз многополосный компрессорде орындадық. Ол жерде де низаны алып тастадық. Полный, сосын мына жерде таблицаны қарасаңыздар түсінесіздер. Эквалайзер тақырыбындағы видеомды көрсеңіздер, мына жерде шипящий, жаңағы сибилянт немесе радио, телефонный артефакттар бар. Соларды сосын верханы полный басып тастадық. Себебі дауыста өте көп. Керек емес та ол. Сондықтан тыңдап көрейік, осы екі плагинмен қалай болды екен. Бұл плагин эквалайзерінде, компрессорында ролін атқарып тұр. Эквалайзерден кейін, өйткені эквалайзер только низаны ғана қырықтық біз. Сондықтан тыңдап көрейік. Аспан ғамен сырымды айтамын, білем. Көріп отқандарыңыздай керек емес частоталардан арылдық, жағымсыз дауыс частоталардан. Сондықтан бұл мен өте тонкий плагин, бұл көп қолдануға қажет жоқ. Керек жерінде ғана қолдану керек. Келесі біз Many Triple. Many Triple деген бұл осы многополосный компрессор. Бұлайша айтқанда осымен тереңірек қолдандық. Өйткені дебокси деген частотта жақсылап бастық. Бір соло тыңдап көрейік. Аспан ғамен Алып тастаған кезде. сырымды айтамын, білем. Ашпайды ол ешкімге. Сын дехаршер частотын кішкене емес, кәдімгідей бастық біз. Аспан ғамен сырымды айтамын, білем. Келесі біздің тәсіліміз компрессор. Бұл компрессорде жай ғана
Desser деген пресетті қолдандық. Сосын керек емес частоттағы сибилянтты алу үшін мына жердегі неге қарап отырып, тыңдап отырып, аспан хамен сырымды айтамын білем. маған проблемный жер осы жер. Осы жерді сибилянтын бастық. Мінекей. Аспан хамен сырымды айтамын білем. Жай ғана жағымды болып келе жатыр дауысы. Былайша айтқанда, келесі біздің қадамымыз дессер. Дессер на всякий случай қойып қойдық. Эскалар қатты шығып кеткен жағдайда. Аспан хамен Көрдіңіздер, жұмсарту үшін. Сосын біз эквалайзермен, API эквалайзермен верхасын көтеріп тастадық қатты. Мынау 0-де тұрған, жоқ, 9-да тұрды. Мынау 0-де тұрған былайынан. Қазір. Бұны мышкамен қолдану ыңғайсыз. аспан хамен сырымды айтамын білем. Байқап отқан шығарсыздар өзгерісті. Аспан хамен сырымды айтамын білем. Енді дауыс ашылды. Енді дауыс ашылғаннан минусты қосамыз міндетті түрде. Аспан хамен Байқап отқандарыңыздай дауыс жай шығып жатыр. Сондықтан дауысты біз Airvox пен 0-де тұрған жерден 27-ге дейін апардық. аспан хамен сырымды айтамын білем. Ашпайды ол ешкімге сенем. Көріп отқандарыңыздай дауыс өте жақсы шығып тұр. Одан кейін біздің қосатын тәсіліміз, білесіздер, FX каналмен жай ғана дилей қостық. Дилей болғанда өзінің несімен BPM-ін қоямыз 69, сосын пресет керек емес бұл жерде. Жай ғана 69-ды қоямыз. Тыңдап көрейік. Одан кейін оған телефонный эффект қосамыз. Ең бірінші видеоны немесе соңғы видеоны қарасаңыздар, осындай қолданыста жақсылап көрсеткенмін. Түсінетін болсаңыздар, тыңдап көрейік. Аспан хамен Қазір қосамыз. сырымды айтамын білем. Ашпайды ол ешкімге сенем. Көрдіңіздер, қандай жағымды эффект. Сондықтан біз пространство қосамыз, оның true verb, жай ғана пресет таңдаймыз, medium play true verb-тегі болды. Ешқандай қиындығы жоқ, сондықтан FX канал арқылы қосамыз мына жаққа да. Тыңдап көрейік. Аспан хамен сырымды айтамын білем. Ашпайды ол ешкімге сенем. Аққан жолда сенің жасың. Міне қосылған барлық плагиндарды экранға шығардым. Настройкасын көріп отырсыздар. Тағы бір тыңдап көрейік басынан дұрыстап. Аспан хамен сырымды айтамын білем. Ашпайды ол ешкімге сенем. Аққан жолда сенің жасың. Ертең бірақ басыларсың.
отқандарыңыздай фирмалық сведение деп осын айтат. Кім не айтса айта берсін, маған дәл осылай ұнап тұр бұл вокал. Мен дәл осылай көріп тұрмын, мен мақсатым осындай болды. Сондықтан келесі біздің қадамымыз не болды десеңіздер, өйткені бізде мастеринг дегенді көрсетпедім осы уақытқа дейін. Мастерингте не істедік біз? Мастерингте микшерді ашамыз, жай ғана FabFilter Pro L болды. Жай ғана попта міне пресетте pop, send and flyfy деген таңдадық. Жай ғана көтереміз нөлді. Міндетті түрде -30-ға қойымыз керек. Out дегенді, өйткені клиппинг болмас үшін. аспанғамен сырымды айтамын, білем. Ашпайды ол ешкімге сенім. Аққан жолда сенің жасың, ертең бірақ басыларсың. Болған ұмыт болып қалсын. Қиялым самғайды алысқа, бірақ алдайды бұл шаласпа. Көрер бағым аласпа, тыңдаған ести алмаста мені. Көріп отқандарыңыздай осы, сіздерге ұнады деген ойдамын. Әзірге осы, келесі сабақта қызықты плагиндердің талқылауын шығаратын болам. Күтіңіздер, келесі кездескенше аман сау болайық.